Бүгін біз информатика пәні болғандықтан сабақты бастамас бұрын нені білуіміз керек? Есептеу, электронды есептеу, жұмыс істеу, ертегі ережелерін білеміз. Ал ендеше балалар отыра қойыңдар. Кім ережені айтады? Тез бастаймыз ба? Алдымен информатика кабинетіне кіргенде сөмкемізді астын түрге болмайды. Әрі Информатика кабинетіне келгенде біз бір-бірімізді итеріп, теуіп келмеуіміз керек. Өйткені компьютерді біз зарақаттап алуымыз мүмкін. Мұғалімнің рұқсатынсыз компьютерді қосуға болмайды. Компьютердің тоқтары жерге қарай салбырап тұрса, онда отыруға болмайды. Оның мұғалімдегі тоқтары көтеріп тұрады. Себебі аяғымыз тигенде компьютер құлайды. жақсы. Компьютерге су қолмен отыруға болмайды. Компьютердің алдында тек қана кітап, дәптер ғана болу керек. Жақсы балалар. Біз егер ережені білсек, ендеше үй тапсырмасын бастамас бұрын тағы қай ережені білуіміз керек балалар? Топтың ережесі. Бір-бірімізді 5 қойдың басы нешеу? 5. 3 адамның қолы нешеу? 6. Жақсы. Үй тапсырмасы. Сендерге балалар орта ойыны бойынша сұрақ жауап болады. Әне бастаймыз. Алгоритм дегенімізге Алгоритм дегеніміз рет ретімен орындалатын затты алгоритм деп атаймыз. жақсы. Жауап бер балалар. Атқарушы дегенімізге Атқарушы берілген команданы орындайтын немесе адам немесе робот. өте жақсы. Қасиеттері Алгоритм қасиеттері түсініктілік, дискреттілік, анықтамалық. жақсы. Алгоритмдердің жалпы сипаттамасы Алгоритм негізгі қандай қасиеттері бар? Түсініктілік, дискреттілік, нәтижелік, жалпылық. Өте жақсы. Енді балалар, сендерге сәйкестендіру. Қасиеттерін толығымен қалай айтамыз? Қасиеттерін толығымен айтқанға мен сендерге ережелерін бердім. Енді олар бірақ та өз аттарына сәйкес емес. Түсініктілік, алгоритм нақты әрекеттерден тұрады. Келесі қадамы белгілі тәртіппен жүзеге асады. Дұрыс па балалар? Ол дискреттілік. Ол дискреттілікке жатады. Ал дискреттілік орындалатын қадамдардың соңында алгоритм нәтижеге жету керек дейді. Жоқ. Ол дұрыс емес, ол неге жатады? Ал түсініктілікке қайсы жатады екен? Алгоритмді атқарушысы оны қалай орындайтынын білу керек. Дискреттілікке қайсы жатады екен? Алгоритм келесі қадамын белгілі тәртіппен жүзеге асады. Ал кәне көрейік, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс екен, иә балалар? Кім айтып отырған белгілеп отырмыз. Анықтылыққа қайсы жатады екен? Алгоритм ережесі анық мағыналы болу керек. Ал кәне көрейік. Әрбір ережесі анық мағыналы болу керек екен. Нәтижелікке сол көтеріп айтамыз. Алдар шумламаймыз, бір-бірден қол көтеріп айтады. Орындалатын қадамдардың соңында алгоритм нәтижеге жету керек. Кәне көрейік. Нәтижеге жету керек. Қандай да бір алгоритм Шынар. қандай да түрлі алгоритмнің бастапқы орындалуы. Дұрыс па балдар? Дұрыс. Мәліметтен бірнеше қолдануға болады. Ал балалар біз осы үй тапсырмасын қайталап алдық, иә? Ендеше балалар, біз қазір артымызға қараймыз, орындығымыздың артына қараймыз, орындығымыздың артына қараймыз балалар. Не көрдік балалар? Стикерлер жақтырып тұрген. Қандай стикерлер жақтырып тұрген? Жасыл. Ал ендеше балалар, жасыл стикерлер барлар. Мына қатарға отырыңдар, қызылдар мына қатарға отырыңдар. Сөйтіп біз бір топқа бөлінеміз. Сумкамызды алмай-ақ қояйық балалар.
бір топқа балдар компьютер деген ат қоямыз. Компьютер тобы болады да. Екінші топ информатика болады. Информатика тобы. Жақсы. Енді балдар топ басшыларын сайлаймыз. Сендердің топтан кімді сайласақ болады? Арнау саған жаңағы бағалау. Сен топта кім жауап беріп жатыр, солардың атын жазып, кім қандай жауап беріп жатыр, соны жаңағы бағалап отырасың. Мына жерде жаңа отырғандар жаза салдым ғой дейміз. Біз қайтадан өзіміз не істедік, топқа бөлдік. Біз бір тарапта бірнеше топқа бөліне саламыз. Сендерде кім? Айдын. Қайтадан бағалап барамыз. Жақсы. Солай ма? Алгоритмнің қасиеттерін білдік. Енді осы алгоритмді орындау үшін нені білуіміз керекпіз? Не істеуіміз керекпіз? Біз жазуды, және де оны жаза білуді, және оны түсіне білуіміз керек. Жаза білу, түсіне білуіміз керек. Тағы да не істеуіміз керек? Оны жаза білу және сыза білуіміз керек. Сызбасын білуіміз керек. Тағы да компьютерді орындау үшін не істеуіміз керек? Оқуымыз керек. Және оны есептің нәтижесін алу үшін не істеуші едік? Программалаймыз, білуіміз керек. Оны сендер әлі жоқсыңдар, жалпы біз айтып кетеміз. Ендеше біз алгоритм жаза білуіміз керек болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмді жазу түрлері, блок схемасы. Ал енді біз тақырыбын біліп тұрсақ балалар, нені білуіміз керек біз тағы? Не істеуіміз керек? Жазу түрлерін білсек, нені түсінуіміз керек? Яғни алгоритм жазу түрлерін білуіміз керекпіз. Алгоритмге блок схема құра алуымыз керекпіз. Сөйтіп біз неміз шығады балдар, мақсатымыз шығады. Біздің мақсатымыз таныстыру. Бұл сабақты өтпес бұрын тағы мен сендерге осы видеоролик көрсетіп кетейін жаңа сабақ бойынша. Отырып тыңдаймыз. Алгоритм және атқарушы ұғымы. Алгоритм ұғымы математиканың дүниеге келуімен пайда болды. 1000 жылдан астам уақыт бұрын 825 жылдары Хорезм қаласынан шыққан ғалым Абдулла немесе Абу Жафар Мухаммед ибн Муса әл-Хорезми үлкен сандарға арифметикалық операцияларды қалай қолдану керектігі туралы жазылған математика кітабын құрастырды. Бұл кітаптың латын тіліндегі аудармасы шыққаннан бастап Еуропада алгоритм сөзі пайда болды. Алгоритм түпкі шешімге алып келетін әрекеттер, жоспар тізбегінің сипаттамасы. Біз бұл ұғымды түрлі қызмет салаларында кездестіреміз. Мысалы, аспаздық кітаптар, әртүрлі құралдарды қолдану нұсқаулықтары, математикалық мәселелерді шешу тәртіптері. Біз қашанда қарапайым әрекеттерді ойдан басқан механикалық тұрғыдан атқара береміз. Мысалы, есікті кілтпен қалай ашу керектігін жақсы білеміз. Дегенмен оны балаларымызға үйрету үшін бұл әрекеттерді және олардың дерегін айқын түсіндіруіміз керек. Кілтті қалтадан шығару, оны құлып ұңғысына салу, сағаттың қарсы екі рет бұрау, кілтті шығару. Сіз айналаңызға мұқият қарасаңыз, өзіңіз үнемі орындайтын алгоритмге жиынын байқайсыз. Алгоритмдер әлемі алуан түрлі. Атқарушы алгоритмді орындайтын нысан. Ең жақсы атқарушылар машиналар, роботтар, компьютерлер. Атқарушы орындай алатын командалар шектеулі. Сонымен алгоритм жасалды, және ол тек атқарушы орындай алатын командалар мен құрылымдардан ғана құралған. Компьютерге түсінікті бағдарламалау тілінде жазылған алгоритм бағдарлама деп аталады. Бағдарламалау компьютерге арналған бағдарламаларды жасау үдерісі. Өте жақсы балалар. Қалай орындау керек? Рет-ретімен.
жалпы біздің осы істеп жатқан ісіміздің бәрі неге жатады екен? Алгоритмге жатады екен. Біз мысалы күнделікке үй жұмысын жазу үшін не істейміз? Күнделік ұшып келеді дағы күнделікте өзінен жазылып қала ма? Жоқ, қайтеміз балдар? Кім айта қойшы? Бірінші, біз күнделікті қолға аламыз, бетін ашамыз, қаламсапты қолға аламыз, үй тапсырмасын жазамыз, қаламсапты орнына қоямыз, күнделік жабамыз. Жалпы мына істеп жатқан әрекетіміздің бәрі не істеп отыр балдар? Алгоритм қалай орындап отыр? Рет-ретімен орындап отыр. Ендеше бүгінгі сабағымызға қоса алгоритмнің жазу түрлерінен танысып өтейік. Ол сөздік, кестелік, графикалық, программалық. Сөздік, кестелік алгоритмдерді атқарушы адам болады тағы. Графикалық алгоритмді атқарушы адам болады. Ал программалық алгоритмді атқарушы компьютер болады. Сендерге айтып кеткен жаңа программалық деген не мағынаны білдіреді? Бұл бізге алгоритм түрде біз компьютерде жазсақ, бізге нәтиже бере ме балдар? Бермейді. Есептің нәтижесін бермейді. Сондықтан біз есептің нәтижесін алу үшін программалық тілге аударуымыз керек екен. Сонда ғана бізге компьютер есептің нәтижесін береді екен. Сол біздің айтып отырғанымыз программалық тіліміз осы төртіншісі. Оны біз кейінірек өтіп кетеміз. Қазір бізде тек қана алгоритм туралы. Енді сөздік және кестелік жазу түрлерімен салыстырғанда алгоритмді графикалық тілге жасаған өте бізге түсінікті болады. Оны біз сабақ барысында көреміз. Оны блок схема деп атайды. Блок схема дегеніміз бұл алгоритмнің графикалық түрде жазылу түрі екен. Осы блок схемада пайдаланатын бірнеше пішіндер болады. Ол пішіндер блоктар деп атайды да, ал онымен қосылатын сызықтарды байланыс сызықтары деп атайды екен. Сендерге осы түсінікті болса, енді мен сендерге өздігінен жұмыс берем балалар. Бұл жұмыс постермен орындалады. Компьютер тобына мен алгоритм жазу түрлерін берем, ал информатика тобына блок схеманың графикалық нысанын берем. Оны кітапта ашамыз, балалар, кітапта ашамыз. Информатика тобына берем. Информатика тобының блок схемасын жасайсыңдар, сендер алгоритм жазу түрлерін. Біз жаңа алгоритм жазу түрлерімен және блок схемасымен танысып кеттік. Енді соны біз қай блок схема қандай жаңағы түсініктемесін айтып бересін, қандай мағынаны беретін, және алгоритм жазу түрлері төртеу кетіп қойды. Соларға мағына бересін. Соны орындады. Тестер орындаймыз. Тестер балдар өздері айтып шығасыздар. Бәріміз қатысып отырамыз. Біреуіміз, иә. Бәріне тапсырма жеткізіп алды. Сіз отырда сыз басын. Сізген жапып жазыңдар, айтып көріңдер. Сөздерін жазбайсыздар, сөздерін ауызша айтасыңдар. Anda кішкентай қолдар екен, ақшаға жауыз еңбек айтса.